Қайырлы кеш көрермен. Калифорнияда қаңғыбастар 130 мыңнан асты. Солтүстік Америкадан тілшіміз тікелей эфирге шығып жатыр. Америка, Калифорния штаты. Дәл қазір мен тұрған Лос-Анджелес қаласы. Мұхит, тау, көз тартар әсем табиғатымен ерекшеленеді. Әлемге әйгілі Голливуд фильмдері де тап осы қалада түсіріледі. Талай адамның бұл қалаға келіп, жұлдызы жанған, талайдың тағдыры тас талқанға айналған. Көптің арманы болған Лос-Анджелестің қазіргі бет бейнесі қандай күйде? Шынымен де Лос-Анджелестің жағдайы мүшкіл ме? Оны сіз бен біз бүгін бірге білетін боламыз. Калифорнияда үйлердің бағасы өте қымбат. Соңғы 10 жылда 3 есе қымбаттаған. Америка бойынша жалпы алатын болсақ, алдыңғы қатарда үйлердің бағасымен бірге көшедегі қаңғыбастарда жыл сайын көбеюде. Жалпы Америка бойынша көше кезіп жүргендердің саны 500 мыңнан асып жығылады. Калифорния штатында 130 мыңнан астам, бұның 60 мыңға жуығы Лос-Анджелеске тиесілі. Лос-Анджелес әлемге гламурдың қаласы ретінде танымал. Бірақ соңғы жылдары көше кезіп жүрген қаңғыбастардың мәселесі өршіп тұр. Бұл проблеманың қаншалықты ауқымды екенін білу үшін қаладан алыс кетудің қажеті жоқ. Себебі кез келген ауданда, бұрыш-бұрышта ұйықтап жатқан немесе арбасын сүйретіп бара жатқан қаңғыбасты көресіз. Лос-Анджелес бойынша қаңғыбастарды кез келген ауданнан кезіктіресіз. Әсіресе қаланың оңтүстік шығысында орналасқан Скид-Роу деген ауданын көптеп көресіз. Себебі бұл жерді олар емденіп алған десек те болады. Скид-Роуда жаяу жүру мүмкін емес. Алғаш келгендер шокқа түсіп, жаман сезімде қалады. Өте лас, қоқысқа толы, әр бұрышта шприцтер жатыр және дем алу мүмкін емес. Неге? Себебі бұл ауданның тұрғындары әр жерде дәрет сындырып, сол жерде отырған жерінде тамақтанады. Тұрғындардың бұндай күйге не себепті түскенін қала әкімшілігі мынадай факторларды айтып түсіндіріп жатады. Ол ауа райының қолайлы болғаны, жұмыссыздық, жұмыс бар болса да жалақысы аз, пәтер ақысының қымбат болуы және психологиялық ауытқушылыққа ұшыраған адамдардың тым көптігі. Жасым 81-де, әскери адаммын. Өмірімнің бәрін әскерде өткіздім десем де болады. Вьетнамда болғам. Сол жақта жүріп ауруға шалдықтым. 5 жыл бойы ауырған соң, барлық жиған тергенім таусылып, осындай күйге түстім. Менің үйім де айлығымда болған. Соңғы 18 ай қатты сырқаттанып ауруханада жатқандықтан бүкіл мүлкімнен айырылдым. Сондықтан осы күнге дейін мүлкім үшін де соттасып келем. Дәл қазір тұратын жерім болмағандықтан далада тұруыма тура келіп тұр. Жасым 81-де, мені ешқайда жұмыс қалмайды. Мемлекет беретін дәрілер маған жақпады. Сондықтан мен оларды ішпеймін. Ол дәрілердің себебінен жүре алмай қалғанмын. Әдейі сондай дәрілер беремі, білмеймін. Жүре алмай қалғанымды дәрігерлерден көргенімде мені ес ауысқан деп өзімді айыптады. Қазір маған көшедегі адамдар көмектесіп жатыр. 5-10 доллар ақша береді. Адамдар нашақор, маскүнем емес екендігімді көрген соң жағдайыма түсіністікпен қарайды. Менде ешкім жоқ. Әпкем мен інім бала кезінде шетінеген. Ата-анам да бақилық болған. Сіз қазақша білесіз бе? Иә, білем ғой, қазақпын ғой.
Не болды? Бір-екі сұрағым бар еді, соған жауап бере аласыз ба? Кімсің сен? Журналист бар еді, мені түсірген бір Мұрат деген. Мұратсың ба? Жоқ, есімім Жасұлан болады. Мұратты білем ғой, ол Қазақстанда ғой. Не болды, айта бер. Жалпы сіз сияқтылар көп пе бұл жақта? Негізі Лос-Анджелесте 60 мыңға жуық осындай дала кезіп жүретін адамдар өте көп деп естідім. Сол қаншалықты рас? Рас. Көп қой. Лос-Анджелесте жалпы Америка бойынша осы Лос-Анджелесте ең көп қаңғыбастар көше кезіп жүретін. 85%, 60 мың дедік па? 60 мыңның 85% ересек адамдар. Оның 45% қара нәсілділер. Солай бәрі далада түней ме сонда? Бәрі болғанда, почти бәрі сыртта түнейді ғой. Әркім жағдайын өзі жасайды әртүрлі. Көбісі өздеріне палатка құрып алады, көшенің бойында, немесе жаңағы магазиндердің алдында, или метроның ішінде деген сияқты. Или дәл осылай мен сияқты көшеде жата береді қалаған жерінде. Осы сұраққа қатысты нақты ақпарат бере аласыз ба? Қанша адам қай жерде түнейді деген сияқты? Бар ғой. Қазір телефонымда жазылған еді. Ұйқы бермейді осылай. Күні-түні полиция. Ақпарат дейсің ба нақты? Қазір айтам. 60 мың дедік қой, 60 мың. Соның 25% осылай ашық аспанында түнейді. 25% әкімшілік салып берген арнайы үйлерде, сондай бір жасақтарда түнейді. Сосын 16% үй сияқты көліктер бар ғой, үлкен білетшасын, сондай үйлерде түнейді. 12% қолдан жасап алған сондай бір палаткілер арнайы. Сосын 14% өздерінің үй болмаса да бір жаңағыдай көліктері, кішігірім сондай көліктерінде түнеп солай жүре береді. Сосын одан қалғандары осылай дәл мен сияқты әр жерде түнеп қалаған жеріне шаршаса жата салады деген сияқты ғой. Солай? Жақсы, рахмет. Негіз көп біледі екенсіз. Жарайды онда мен. Неге айтпақшы, маска не үшін киіп алғансыз? Маска ма? Маска анау ауру жұғып кетпесін деп, коронавирус дей ма, сол жұғып кетпесін деп киіп алғам ғой. Ассалаумағалейкум достар. Қалай, видеоның соңына дейін тамашалап бәрін көріп біттіңіздер ма? Егер де осы уақытқа дейін көріп болсаңыздар, онда ерекше алғысымды айтамын әрқайсыңызға жеке-жеке. Себебі соңына дейін көретін көрермендер ол нағыз шынайы, менің осы YouTube арнамдағы сондай бір бағалы көрермендерім деп айтсам да болады. Енді өзіміз отырып бір әңгімелесейік осы тақырыпқа қатысты, бір шама ақпарат бере кетейін, тағы да артық болмас. Видеодан бір экшн жаңалықтардың форматында сондай бір форматта түсіргеннен кейін бір жақты бір пікірде қалып қоюларыңыз мүмкін де әбден Американың барлығы осындай екен деген сияқты. Себебі YouTube'да не көп, неше түрлі Америка жайлы каналдар көп қой, орыс тілінде сондай әртүрлі. Сол жақта мысалға біреулер бір жақты ғана пікірлер береді да, Америка тым жаман, ол жаққа баруға болмайды деген сияқты. Біреулер болса тым асыра сілтеп мақтай береді Американы. Сондай болып қалмасын деген ниетте айтқым келіп отқаны, ол кез келген мемлекетте, ол тіпті Қазақстан болсын, өзге де мемлекеттер болсын, әр мемлекеттің ол кішігірім жанұя сияқты идеал мемлекет болмайды, немесе идеалды отбасы болмайды деген сияқты. Әр адамның, әр отбасының, әр мемлекеттің өзіндік бір кемшіліктері болады, өздерінің бір проблемасы болады. Барлық осы жақтың тұрғындары немесе америкалықтар осындай күйге түсіп, барлығы бір проблема басында туындаса, барлығы бомж болып кетеді деген әңгіме емес. Бұл тіркелген фактілерде осындай.
бұл үлкен проблема Америка үшін. Осыны шешу жолында түрлі амалдар, іс-шаралар қолдануда, жаңағы баспана салуда, оларды бір жерге апаруда. Енді бұл жақтың барлығы кез келген нәрсе заңмен шешіледі да. Бір күнде, бір мезетте барып, барлығын жиып алып, бір күштеп, бір жерге қамап отырып ұстамайды. Әр адамның бұл жақта құқықтары бар. Тіпті сол далада жүрген жаңағы қаңғыбастардың да өзіндік бір құқықтары бар. Бұл жағынан Калифорния осындай заңдарымен жұмсағырақ та, өзге штаттарға қарағанда. Сол себептіден басқа штаттағыларда осы жаққа қарай ондай адамдарды жіберіп жатады көп жағдайда. Сондықтан да бұл жақта олардың көптігі солай аса қатты ерекшеленеді. Егер де Американың тұрмыс тіршілігін көргіңіз келсе, көшелері қандай, жалпы бұл жақтың тұрмыс тіршілігі қандай деген сияқты сондай бір сұрақтарыңыз туындаса, менің осы каналда басқа да видеоларым бар, соларға өтсеңіз болады. Жалпы осы видеоға қатысты өзіңіздің пікіріңізді де төменде жаза отырыңыздар, қандай әсер алдыңыз, және де ұнап жатса видео достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, келесі кездескенше сау болыңыздар.